Сәлем достар. Сіздермен түрік киносы арнасы. Бүгінгі бөлімде Кек жолында сериалының соңғы бөлімінде болатын қызықтар туралы айтамыз. Риза Фатиманың жазған хатын оқып Малика мен Әзердің Диланы өлтірмек болғанын біледі. Маликамен ұрсысады. Сенің жасағаның үшін Фатима өз-өзіне қол жұмсамақ болды деп айтады. Әзерге қару кезеп себебін сұрағанда ол Маликаның айтқанын істегенін айтады. Малика Фатимадан істеген ісі үшін кешірім сұрайды. Фатма анасына қарағысы келмейді. Сен менен емес, Диладан кешірім сұрауың керек деп ұрсып кетеді. Малика Дилаға келеді. Екеуі отырып сөйлеседі. Малика кешірім сұрайды. Рыза екеуің үйленулеріне қарсы емеспін деп айтады. Кешке үйіне қонаққа шақырады. Фатмаға келіп Диладан кешірім сұрағанын айтады. Фатма қуанып құшақтайды. Дила кешке сыйлықтарын алып келеді. Мелиске де сыйлық әкеледі. Барлығы отырып тамақтанады. Хаканның қаладан анасы келеді. Ясаминге үйленемін деп шақырған анасы, қайдағы бір ауылдың оқымаған қызына неге үйленмексің деп ұрсып отыр. Хакан, егер үйленбесем, сотталамын, дәрігерлік лицензиямнан айырады деп айтады. Үшеуі дәмханада кездеседі. Анасы Ясаминді жақтырмайды. Менің баламды айналдырып тиіп алмақшысың ба? Ол оқыған-тоқыған жігіт. Сен сияқты қызда қалай жанына ертіп жүреді деп тиіседі. Ясамин жылып шығып кетеді. Хакан артынан келіп, апамның сөзіне мән берме дейді. Ясамин, екеуміз үйленеміз апаңмен сөйлес деп кетіп қалады. Содан жеке-жайға құда түсіп келеді. Дила күтіп алады. Дила Хаканның анасына, Ясаминнің ешкімі жоқ деп ойламаңыз, мен бармын деп айтады. Құда түсіп болып, анасы қаласына қайтып кетеді. Суат пен Доган кездеседі. Доган, бәрі ойдағыдай, Фатма екеуіміз үйленеміз. Азерден кегімді аламын, ол менің өмірімді құртты деп айтады. Ал Суат, жарайсың, мен Рызадан кек аламын, сен Азерден кек аласың. Олардың бүкіл байлығын қолымызға аламыз деп сөйлесіп тұр. Сырттарынан Азердің адамы суретке түсіріп тұр. Ол суреттерді Азерге әкеп көрсетеді. Азер Жананға көрсетеді. Мына екеуі бірдеңе былықтырып жүр деп айтады. Жанан кездескенде тұрған не бар екен деп мән бермейді. Азер сұлтанның Эрен ханымды өлтіргенін айтады. Дәлелім бар. Мына екеуінің де соңына түсейік деп қоймайды. Сонымен Азер Жананға дәлел береді. Жанандар сұлтанды ұстауға жеке-жайға келеді. Азер сұлтанға келіп, сенің шаруаң бітті. Осы жүргеніңде жетер дейді. Дила, не боп жатыр деп үйден шығады. Жанан анаңды өлтірген сұлтан екен деп айтады. Сұлтанды алып шығады. Дила айқайлап, жылап, қарғап, сілеп бақырады. Сұлтан қарап тұрмай, Азерде сені өлтірмек болған. Көлігіңді бұзған Азер деп айтады. Азер, өтірік, жала жаппа маған деп айқайлайды. Дила таңырқап қалады. Сұлтан, Жаниб өз көзімен көрген. Иә, Жаниб айтшы дейді. Жаниб, нені көріппін, не айтып тұрсың депті білмей қалады. Мені араластырмамыстан қатын деп айқайлайды. Сұлтанды алып кетеді. Дила Азерге келіп, сұлтан бұл сөзді бостан-босқа айтпайды, шыныңды айтты маған деп сұрайды. Азер біраз қипақтап тұрып, мойындайды. Фатма үшін жасадым деп ақталады. Азер сұлтанның киімдерін өртейді. Жанан мен Азер, Дила мен Рызаға Доган жайлы айтады. Рыза таңданып отыр. Менің адвокатым Суатпен бірге маған ор қазып жүрма деп таңырқап отыр. Азер, оларды қолға түсіруіміз керек. Мен Доганнан күдіктендім, артына адам салдым, күдігім расталды. Бір апта уақыт өтеді. Доган мен Суат кездеседі. Доган, мен қорқамын, бұл ойымыздан бас тартайық, мен ойыннан шығамын деп айтады. Суат, неден қорқасың, не болды деп сұрайды. Доган, Азер бірдеңе сезіп жүрген сияқты, жүрісі күдік туғызады деп айтады. Суат, жоқ, бірге бастадық, бірге аяқтаймыз, мен тұрғанда ештеңеден қорықпа. Мен талай қылмыс жасадым, ештеңеде болған жоқ. Рызаны түрмеге қалай отырғызды дейсің? Дилаға қалай үйленді деп ойлайсың? Мен өз лауазымымды пайдаланып үйлендім. Екеуінің де акциясын тартып алдым да ағама бердім. Ал ағам қанша адамды өлтіргенін білесің ба, мен барлығының көзін құрттым. Бұл оның жанында жай ойыншық деп айтады. Жанандар тыңдап отыр. Содан көліктен түсіп келеді. Суат, не боп жатыр деп сұрайды.
Азер Доганның костюмын ашып көрсетеді. Шаруаң бітті дейді. Рыза, сен түрмеде шірисің дейді. Полицейлер екеуін де алып кетеді. Дила түрмеге Сұлтанға келеді. Анамды не үшін өлтірдің деп сұрайды. Сұлтан, өз қамым үшін өлтірдім. Білмеуі керек нәрсені біліп қойды деп айтады. Дила, балаң өскенде бетіне қалай қарайсың деп сөйлеп кетеді. Дила Фатмаға Доган жайлы айтып отырады. Рыза мен Азер келеді. Бәрі бітті, Суат ұсталды, бәрін мойындады. Азер жақсы іс атқарды. Азер болмаса, біз Суаттың құрығына тағы түсіп қалар едік деп мақтап отырады. Дила Фатмаға Азермен сөйлестейді. Фатма тұрып Азердің бетінен екі үшіре тұрады. Фатма Азерді кешіреді. Азер қуанып құшақтайды. Малика терезеден қарап тұр. Мына сұмдықты көргенше өлгенім жақсы ет деп сөйлеп тұр. Суат түрмеге қамалады. Түрме бастығы Суатты тоқтатып, мені құртамын деп қорқытып едің деп сөйлейді. Ас су бермей бөлек камераға қамаңдар деп бұйырады. Азер Дилаға рахметін айтып отыр. Азер айқайлап үй ішін жинайды. Тойға дайындалыңдар, екі той болады. Дила ханым Рыза мырзаға тұрмысқа шығады. Ал мен Фатмаға үйленемін. 3 күн 3 түн той болсын деп айтады. Содан 15 күн уақыт өтеді. Той болады. Той иелері шығып отырады. Некелері қиылады. Малика жақтырмай отыр. Барлығы ортаға тұрып суретке түседі. Осымен сериал аяқталады.